Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын және ағзамызға өте пайдалы қантсыз жасалған, балаларға да ұнайтын осындай 3 түрлі смузидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі бізге керек заттар дайындап аламыз. Бірінші смузимізге қызылша, сәбіз, алма керек. Екінші смузиге петрушка, алма, киви, үшіншісіне апельсин, асқабақ және банан қолданатын боламыз. Осылайша барлығын ашып дайындап алатын боламыз. Көкөністер мен жемістерді күнделікті көп мөлшерде қолданған дұрыс, өйткені олар клетчатканың көзі болып табылады. Қызылшаның пайдасын айта кетсем, қызылша ол қанды көбейтеді және қызылшаның құрамында пептин көп, ол адам ағзасындағы ауыр металдар мен радиациядан қорғайды. Және қызылша холестеринді шығарады. Терімізге, сұлулығымызға жақсы әсер береді. Бауырға, бұлшық етке пайдасы өте көп болып саналады. Және петрушканың да өте пайдасы көп. Петрушканың құрамында А, С, В, Е витаминдері өте көп және фолий қышқылына бай, біздің бауыр, бүйрек, өт жолдарына ауруларға жақсы шипасын береді және клетчатканың көзі болып табылады. Асқазан ішек жолдарына, біздің сұлулығымызға жақсы әсер етеді. Асқабақ басқа көкөністерге қарағанда витаминге бай көкөніс болып табылады. Құрамында С, В1, В2, В5, К дәрумені, калий, кальций, темір элементтеріне өте бай, көздің жақсы көруіне, артық салмаққа және организміміздегі ішекке, шлак токсиндерге және зат алмасуға жақсы көмек көрсетеді. Енді смузиіміз дайындайтын боламыз. Керекті заттарды блендерге салып, үстіне 1 стакан суымызды құйып, жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Пюре тәрізді масса шығу керек бізде. Осылайша бәрін жасап шығамыз. Мінекей біздің көкөністер мен жемістерден жасалған, организмімізге пайдалы смузилеріміз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мені қолдап каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.